Сәлеметсіздер ме? Бүгін лағманға қамыр жасаймыз. Оған су керек. Суға біз тұз қосамыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Ұнды аламыз, оған су қосылған тұзды құямыз және жақсылап тұрып араластырамыз. Осыдан нан илейміз. Барлығын видеоға қарап істеңіз, сонда дұрыс шығады. Нанды жаямыз, бөлшектерге кесіп аламыз. Майға майлап және салафанға салып қоямыз. Салафанға салған соң 30-20 минут демалу керек нан. Отыз 20 минутымыз өтті. Салафаннан аламыз. Екі қолымызбен осылай видеодағындай жаямыз. Тарелкаға саламыз және үстіне май жағып қоямыз. Маймен майлап, пакет немесе салафанмен жауамыз, беті кеуіп қалмау үшін. Уже салафаннан алған соң, пакеттен алған соң өзі жұмсақ, жұмыс істеуге өте ыңғайлы қамыр болып келеді. Төрт бұрышты болған жерін осылай екі қолының ұшымен жұмыс жасаймыз. Үстіне май жағып қоямыз. Енді екі қолға жинап, видеодағындай үстелге ұрамыз. Ол одан сайын ұзарып және жіңішкелеп әдемі болып шығады. Енді кастрөлді газға қоямыз, су құямыз, ішіне тұз саламыз, қайнағанын тосамыз. Қырлап қайнап тұрған суға жаңағы лапшамызды, кеспемізді, қамырымызды салып аламыз. Міндетті түрде вилкамен араластырып отырамыз, өйткені бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Лапшамызды суық суға салмаймыз, шаймаймыз. Арасын тек маймен ғана майлап аламыз. Ал енді лапшамыз, кеспеміз дейміз ба, қамырымыз дейміз ба, дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Тіркелуге ұмытпаңыз.